Армысыздар, құрметті көрермен. Бұл менің ауылым Шұбарсу елді мекені. Ордабасы ауданында орналасқан. Оңтүстік өңіріне танымал елді мекеннің бірі. Өзінің инфрақұрылымымен және даму сатысымен ерекшеленіп жүреді. Бүгін біздің ауылдың жастары немен айналысады, сол туралы сауалнама жүргізетін боламыз. Құрметті достар, біз Іңкәрім өнер мектебіне келіп отырмыз. Бұл жерде 4 жастан 16 жасқа дейінгі оқушыларды қабылдайды. Іңкәрім өнер мектебінің директоры Айнагүл апаймен сұхбат құрамыз. Өнер мектебі қалай құрылды? Тарих жөнінде айтып өтсеңіз. Біздің 2019 жылы кішігірім би студия болып ашылған болатын. Ол кездері бізде тек қана ақылы Шұбарсу ауылында ең алғашқы би студия болып ашылдық. Бастамасы 19-20 оқушымен басталған мектебіміз қазіргі таңда үлкен орталыққа айналып, қазіргі 250 бала тәрбиеленіп жатыр. Бізде үкіметтен қаржыландыру қазіргі уақытта жүріп жатыр. Балалар тегін оқи алады. Бізде кружок аптасына 3 күн мектептен тыс уақытта жүргізіледі. Кубоктарымызды таныстырып өтетін болсақ, ең үлкен кубоктарымыз гран-при, вип гран-при деген жүлделеріміз, үлкен жетістіктеріміз, жетекшілеріміз Таиланд елінен жолдама алған. Мына жерде ақшалай сертификаттары бар дегендей, көптеген алғыс хаттары бар, және де Катар еліне де жетекшілеріміздің жолдамасы бар. Жалпы өнер мектебінде оқушылар қандай бағыттар бойынша білім алады? Негізі бізде Іңкәрім өнер мектебінде хореография және домбыра үйірмесі бойынша сабақтар өтіледі. Хореография бізде 2 бағытта, заманауи және ұлттық бағытта өтіледі. Домбыра үйірмесі жалпылама үйретіледі балаларға. Қандай жетістіктеріңіз бар, сол жайлы айтып өтсеңіз. Атап айтатын болсақ, Өзбекстан мемлекетінің республикасының Ташкент қаласына, Самарқан қалаларына, бұйырса Самарқандқа барайын деп отырмыз. Ташкентке барып келдік. Жүлделі 1-2 гран-при орындарды иеленіп қайтқан оқушыларымыз. Және де Дубай қаласында болған біздің оқушылар тоже жүлделі 1 гран-при орындарды иеленіп келген. Ішінде біз Алматы, Тараз, өте көп қалаға барғанбыз, Астана. Сабақ барысы қалай өтіледі? Сабақ барысы бізде топтық болып өтіледі. Бір топта бізде домбырада мысалға 5 оқушыдан 10 оқушыға дейін, би үйірмелерінде бізде 15 оқушыдан 25 оқушы аралығында әр баламен жеке жұмыс жасалынады. Көрермендер, Іңкәрім өнер мектебінің оқушыларынан сұхбат алатын боламыз. Қай бағыт бойынша білім алады? Би бойынша бағытталады. Жетекшің кім? Мақпал Жүнісбекқызы. Жалпы болашақта өзің өнер жолына түскің келе ме? Иә. Біріншісі Ташкентке барып, бас жүлде алып қайтқаным. Бірінші әдемі бимен барып, одан да 1 орын алып қайтқанбыз. Осы мектепте білім алған саған ұнайды ма? Иә. Қай жағынан ұнайды? Домбырада биде ұнайды. Стамолға дайындалып жатырмын. Кім жалпы қай уақыттан бері айналысасыңдар? Есімім Мұхан Рауан, 1 жылдан бері айналысамын. Домбыра саласыңдар ма? Ал менің есімім Кеңесбек Мейрамбек, әкемнің аты Айдос. Мен осы домбыра саласында айналысамын. Өздеріңе домбыра тартқан ұнайды ғой, Иә. Қандай жетістіктерің бар? Менің алғашқы жетістігім ол Шымкентке барып 1 орын алып келдім. Керемет. Мен де Шымкентке барып кенже күйеуіме 1 орын алып келдім. Енді өздеріңе бір қолқа салса, өнерлеріңді көрсетсеңдер. Ауылымызда жастар өнермен бірге спортты қатар алып жүреді. Бос уақыттарында спорт алаңдарына келіп, пайдалы уақыт өткізеді. Болашақ жеңімпаздарды дайындайтын ауылымызда спорт мектебі бар. Мұнда оқушылар еркін күрес, қазақша күрес, карате, таэквондо, грек-рим, тағы басқа спорт түрлерімен айналысып жаттығады. Күресінің жаттықтырушы Асқар ағаймен сұхбат алатын боламыз. Саламатсыз ба? Өзіңізді таныстыра өтсеңіз, оқушылар қандай жетістіктерге жетіп жатыр? Мен осы ауылдың, Шұбарсу ауылының бапкерімін. Грек-рим күресінен есімім Асқар болады, фамилиям Салтебаев болады. Грек-рим күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шеберімін. Қазақстан Республикасының чемпионатының 7 дүркін чемпионымын, Азия чемпионымын жастар арасында. Қазақстан Республикасының спорт шеберлігінен үміткер деген атаққа ие болып, кеше Теміртау қаласында, Қарағанды облысында республикалық турнирдан чемпион болып қайтып бір боламыз.
44 килограммда Маусымбек Бекжан деген баламыз. Бүгін келіп жаңа күтіп алып таңғы жаттығуда бір қуанған жеріміз бар. Ол өте керемет екен. Жалпы негізі спорт мектебінде қандай спорт түрлері бар? Спорт мектебімізде бокс бар, күрес бар, карате бар, таэквондо бар, қазақ күресі бар, еркін күресі бар, сол спорттар бар бізде. Жалпы осы спорт мектебін дамыту үшін болашақта қандай жоспарлар жасалып жатыр? Былайынша жоспарларымыз алдағы жылдары Қазақстан чемпионатта жеңімпаз атану, Азия чемпионатына бару. Осы жылы Аллаға шүкір бір шәкіртіміз бар. 3-ші айналымда ұтылып қалды, ендігі жолы иншалла чемпион болады. Соның арқасында еріп келе жатқан кішкентай жастары бар мына арқада отырған. Осыларға да сондай жақсылықтар тілейміз. Мақсатымыз Қазақстан елінің көк туын желбірету әлем олимпиада ойындарында. Оқушылар бұл жерге неше рет келіп жаттығады? Сіздердің методикаларыңыздың ерекшеліктері қандай? Аптасына 3 күн тренировка істейді ғой. Бізде аптасына 5 күн бұрынғы системада келе жатыр. Аллаға шүкір, соның арқасында әйтеуір жеңіске жетуімізге сәл де болсын көмек тиіп жатыр. Рахмет, сізбен танысқанымызға қуаныштымыз. Оқушыларыңыз биік белестерден көріне берсін. Ауылымызда спорт саласының дамып жатқанына өте қуаныштымыз. Енді біз оқушылардан сұхбат алсақ. Көңіл күйлерің қалай, қалдарың қалай, өздеріңді таныстырып өтсеңдер? Көңіл күйіміз өте жақсы. Мен Абдиев Нұрислам 8-8 оқимын. Қазіргі таңда грек-рим күресіне қатысамын. Бапкерім Салтебаев Асқар. Мен қазіргі таңда көптеген жетістіктерге жеткем. Оның біразы поезд жарыстарында болған. Менің атым Құдайберген Нұриман, 5 класс сыныбында оқимын. Бапкерім Асқар Салтебаев. Мен осы грек-рим күресіне келіп, Асқар ағайымның арқасында жеңіске жеттім. Жалпы күнде неше сағат жаттығасыздар? Бір жарым сағат дайындаламыз. Сол уақыттың ішінде осындай жетістіктерге жетеміз. Болашақта қандай армандарың бар? Кімді үлгі тұтасыңдар спорттан? Спорттан бапкеріміз Салтебаев Асқарды үлгі тұтамыз. Және олимпиада чемпионы болсақ дейміз. Мен де Асқар Салтебаев тренерім таңдаймын. Кумирім Ахмет Жоламан. Армандарың орындалсын, ата-аналарыңды қуанта беріңдер. Құрметті көрермендер, көріп отырғандарыңыздай біздің ауылдың жастары спортпен, өнермен өте белсенді айналысады. Жалпы бізде қаладағыдай жағдайлар жасалған, яғни жастар немен айналысамын, немен шұғылданамын десе де барлық мүмкіндіктері қарастырылған. Жастар бос уақытын тиімді жұмсайды. Бізде нағыз таланттылар ауылдан шыққан. Осымен сауалнамамыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.